Қадірлі көпшілік, бүгін Алматы қаласы Медеу ауданы. Аққайың санаторийінің жанында, шипажайының жанында. Кезінде мына Мәдина апайымыз, осы жерде қазір басқарып қызмет істейді апайымыз. Сол кісінің жолдасы ағамыз, 90 жылдары осы бұлақтың басын ашып жүрген. Содан сол суды, бұлақтың басындағы суды тексерткен, кәдімгі тексертіп, сөйтсе ішуге жарамды, сондай кальций бар, магний бар, өте пайдалы су екен. Мына балалары сол әкесінің бұлағын жөндеп, міне биыл. Мына адамдар шығатын баспалдақ жасап, сөйтіп үзілмейтін садақа жасаптыр. Шариғатта адам қайтыс болса артынан бәрі амал жабылады деген. Бірақ үш нәрсе жалғасады дегенде сол үзілмейтін садақаны айтады екен. Садақа жария дейді екен, үзілмейтін жалғасады. Сол мешіт салса, медресе салса, көпір салса, бұлақ ашса деген жер бар екен де. Сонда пайғамбарымызда хадис бар екен. Ең сауапты іс, ең сауапты садақа су берген деген екен. Сондықтан Алла тағала осы сауапты бұлақ көзі көзін ашқан ағамызға Алла разы болып, жәннатта болып шөлі қанып жатсын. Иншалла сіздер де бала шағаның қызын көріңіздер. Алла баршамызға осындай жақсы істер жасауды нәсіп етсін. Алла тағала еліміз гүлдене беруін нәсіп етсін. Әмин. Болды.